Гана елі жерлеу рәсімдері жалданған актерлер, бишілер және мерседес пішінді табыттары бар түрлі түсті шоуға айналған әлемдегі санаулы елдердің бірі. Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Әлем халықтарының жерлеу дәстүрлері әртүрлігімен таңғалдырады. Бірақ ең қызықты жерлеу дәстүрі континенттің батысында, Атлант мұхитының жағасында орналасқан Африканың кішкентай Гана елінде бар. Бұл мемлекеттің көршілерінен еш айырмашылығы жоқ. Тек кішкене ғана бай өмір сүретіні болмаса, себебі олардың жерінде кең көлемдегі алтын кен орындары бар. Дегенмен мұндағы жерлеу рәсімі Гананы басқа Африка елдерінен ғана емес, сонымен бірге бүкіл әлемнен ерекшелендіреді. Бүкіл процесті анықтайтын басты нәрсе өлімге деген көзқарас. Гана 100% дерлік христиан елі, бірақ мүмкін тек осы жерде басқа жерлерден гөрі пұтқа табынушылық дәстүрлерді ұстанады. Марқұмның жаны көкке көтеріліп, сол жерден оның өлі денесінің қалай жерленгенін мұқият бақылайды. Мұны өте салтанатты және көңілді түрде жасау керек. Өйткені жерлеу кезінде көз жасы ағып кетсе, бұл марқұмның өмірі бос және түкке тұрғысыз болғанын білдіреді. Бұл өлген жанды ашуландырып, жер бетіндегі адамдардың бірін өзімен бірге көкке алып кетуі мүмкін деген тұжырым бар. Сондықтан туыстары марқұммен жай ғана қоштасу емес, түнгі дискотека және міндетті швед үстелі бар түрлі түсті шоуға айналдыруға тырысады. Бір қызығы, тек туыстарының жылауына тыйым салынады. Оның орнына кәсіби жоқтаушылар мұны жасайды, және бұл мамандық. Ганада өте сұранысқа ие. Олар жылау сәтін өте шебер жасайды. Сондықтан бұл жылау жалпы ондағы көңілді отырыстарға кедергі жасамайды, керісінше үйлеседі. Бірақ бұл жерлеу деп аталатын рәсімнің соңғы бөлігі ғана, және ол адам қайтыс болғаннан кейін 3 айда, 6 айдан кейін, кейбір жағдайларда тіпті 1 жылдан кейін де болуы мүмкін. Ең алдымен марқұм мәйітханаға орналастырылады. Ол жерде ол ұзақ уақыт жатуы керек. Өйткені мұның бәрі жерлеуге дайындық, марқұммен қоштасудан гөрі маңызды процесс болғандықтан. Бұл жерде ең таңғаларлық және ерекше нәрсе қайтыс болған адамның жұбайының да, балаларының да денеге, жерлеуге тіпті мұраға мүлдем құқығы жоқ. Барлығын тек ата-ана жағынан туыстары, ағалары, әпкелері, әкесі мен анасы егерде тірі болса, олардың ағалары мен әпкелері басқарады. Бұл жағдайда 3 рет нотариалды куәландырылған өсиет жасай алса да, бірақ қайтыс болғаннан кейін ол ешқандай рөл атқармайды. Туыстар не шешсе, солай болады. Ал марқұм соңғы 50 жыл бойы туыстармен араласпаса да, көзі тірісінде көрмеген екінші немере ағасының сөзі жерлеу рәсімін ұйымдастыруда маңызды дауысқа ие. Бірақ қайтыс болған адамның әйелінің және балаларының дауыс беру құқығы жоқ. Әрине жылдар бойы Гана қоғамы ерекше салттарды ойлап тапты. Ерлі-зайыптылар мен балалар пара және сыйлықтар арқылы адал туыстарына пара беріп, олар арқылы жерлеу рәсімін толығымен бақылауға алады. Бірақ бұл жерде егер жесір қалған жары марқұмның туыстарымен нашар қарым-қатынаста болса, онда ата-анасы мен ағалары оларды кісі өлтірді деп айыптайтынын, оларды фанатикалық жалаңаштар ретінде әшкерелеп, оларды мұрадан айырады. Ал оны басты жоқтаушы таратады, яғни жергілікті диалектіде алакоса деп аталады. Ол қандас туыстарының арасынан таңдалып, жерлеу рәсіміне толық жауапты болады. Негізгі жауапкершілік оның мойнында, шақырылғандардың тізімін жасау, және бұл өте маңызды аспект. Өйткені қосымша бір қонақтың немесе керісінше шақырылмаған біреудің кесірінен елеулі жанжал шығуы мүмкін. Сондықтан әрбір кандидат қызу пікірталаспен ілесе отырып, көптеген мақұлдау деңгейінен өтеді. Ал марқұм осы уақыт бойы мәйітханада жатып, өз уақытын күтеді. Ал ол үшін марқұмның жан дүниесі көктен бақылап разы болу үшін оны ақтық сапарға жақсы қылып шығарып салу керек. Жерлеудің негізгі атрибуты табыт. Біз табыттың пішіні әртүрлі жерлеу мәдениеттерінде аз ғана ерекшеленетініне үйреніп қалғанбыз. Бірақ Ганада бұлай емес. Бұл жерде табытты табыт деп айту өте қиын. Дәстүрлі тікбұрышты пішінен алыс болғандықтан, оны марқұмның қорабы деп атаған дұрысырақ болар еді. Ганадағы табыт көлік, фотоаппарат, тігін машинасы, балық, кроссовка, тауық, телефон, саксофон, ұшақ және ботинка түрінде болуы мүмкін. Марқұмға жақын болған кез келген нысан болып табылады. Көбінесе табыттың ерекше пішіні бар. Сондықтан марқұмның денесін сол жерге қою оңай емес. Бірақ туыстары бұған аса алаңдамайды, және марқұмды мүмкіндігінше онда орналастырады. Кейде мұндай корпустың пішіні есікке кірмейтіндей болады. Осы мақсатта оның кейбір бөліктерін оңай қайта бекіту үшін алынбалы қылып жасайды. Мысалы айта кететін болсақ, ұшақ қанаттарын. Бұл табыттың егжей-тегжейіне назар аударуы таң қалдырады. Сырттан көрген адам таныс нысанның кішірейтілген немесе үлкейтілген үлгісіне қарап, оның алдында жай нәрсе емес, нақты пішінді табыт екенін түсінбейді. Марқұмның денесін 2 метрлік кола бөтелкесі немесе әдемі оюланған басы мен әшекейлер бар кереует жасырып тұрғанын ойлап көріңіз.
Бірақ табыт маңызды болғанмен жерлеудің негізгі детальдары емес. Алда мерекенің өзі болады. Туыстар шеңбері анықталғаннан кейін көрермендер жинала бастайды. Жерлеуге көрермендер қатысады, өйткені бұл нағыз шоу. Қатысушыларды тарту үшін радио мен теледидарда хабарландырулар жасалады. Көшелерде үнпарақтар ілінеді, ал жұма күні елдің жартысына жуығы өздері танымайтын адаммен қоштасуға дайындалады. Жерлеу рәсімі тек сенбіде өтеді. Марқұмның отбасына өздерімен бірге шағын сыйлық алу дәстүрі бар. Сыйлық қандай болса да, бұл жерде белгілі принцип қолданылады. Ең бастысы сыйлық емес, көңіл. Ал туыстары қолдарынан келгенін жасап, шатыр тігіп, ас әзірлеп, үлкен динамиктер бар диджейді шақырып, сирена мен түрлі түсті музыкамен зиратқа жедел жәрдем немесе өрт сөндіру көлігіне тапсырыс береді. Және әрине олар кәсіби биші жүкшілерді жалдайды. Бірнеше жыл бұрын би билеушілері бар видеоның ғаламторда кең таралғаны соншалық, оны бүкіл әлем көрді. Бұл да жерлеу рәсімінің ажырамас бөлігі. Бәрі көңілді, түрлі түсті және ең жоғарғы деңгейде болуы керек. Әрине жоғарыда сипатталған рәсімдерді бай отбасылар ғана сақтай алады, өйткені мұндай жерлеудің құны $20,000 құрайды, және әркімде мұндай ақша жоқ. Бірақ кейде ганалықтар да дәстүрлерді ұстануға тырысады, ең болмағанда табытқа қатысты. Орташа алғанда табыттың қораптың құны $500-600 құрайды. Айтпақшы бір қызық жайт, тек орта тап пен кедейлер табыттардың әртүрлі ерекше пішіндерін пайдаланады. Бірақ ганалық байлар дәстүрлі табыттарды жақсы көреді. Жиналған көрермендердің көңілін көтеру үшін олармен билеу ыңғайлы сияқты. Осы видеоны лайк басып және арнама жазылып мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.